Тепловоздың құмы бермей тұрды. Бункердің астында осында екі форсунка бар. Екеуі сол жақта, екеуі оң жақта. Open деп тұрса ашық, closed десе жабық тұрады. Егер форсунканы тазалайтын болсақ, closedке қоямыз жабыққа. Сосын ар жақ екіншісі көрінбейді. Оны ар жақ басына барып, бүйтіп фонарикпен қараймыз, ашық жабық тұрған. Сосын жабатын болсақ, қолымызды созып жауып жібереміз. Төртеуін де жабамыз. Сосын астыға түсеміз. Астыға телешкінің астына түсеміз. Данный момент бірінші колесный парын тазалайын деп отыр. Мына шлангысы. Сол шлангысын бекітіп тұрған осы екі болтты босатамыз, шлангыны былай-былай жылжыту үшін. Сосын басындағы мына екі хомутты отверткамен босатамыз. Так, міне босаттық. Шлангыны жылжытып ағытып қойдық. Одан кейін астыңғы крышкасын алып тастап, бүкіл құмын төкіп тастаймыз, трубадағы шамалы остатка құмдарын. Одан кейін бір сымды алып, ішін тазартамыз, андай-мындай тұрып қалған қиқымдарын. Астыңғы тесігінен, және жанындағы тесігінен. Жанында бүйтіп тазалап, қиқымдарын түсірдік, тұрып қалған андай-мындай тастарын. Одан кейін астыңғы тесігінен қараймыз, толық таза болғанына көз жеткіземіз. Сыммен тазалап болғасын, бәрін орын-орнына қатайтып қоямыз. Хомутын, крышкасын, астыңғы және мына ұстап тұрған болтын. Қатайтып болдық, кілтімізді жинаймыз, құралдарымызды. Ішке кіріп, қайтадан мына жауып қойған форсункілерді ашып қоямыз, опенге келтіріп. Артқы жағында төртеуін де қайтадан ашып қоямыз. Ұмытып кетпейміз, әйтпесе құм бермейді олсыз.